Эгер Виктор Януковичнің Мудафа тарафы чықышыларына девам етмесе, Оболонский район махкемесінің махкемеджесі Владислав Девятко махкеме мұнақашаларыны тоқтатмаға сөз берді. Бүгінгі махкеменің отырышы башқа күнге деніштірілді, себебі адвокатлар Кенияда келмеді. Адвокатларының бірісі Александр Байдык бір қач күн Москвада бұлынып, майасынды олғанынен күрішевлер кечірді. Да екесі дегер даваларнен межгулер октябрінің 23-нде махкемеде Януковичнің сон сөзінен чықыш бекленілі. Егер ярын Виктор Януковичнің Мудафа тарафы махкеме мұнақашларында чықышларыны девам етмесе, мен рейслік япқан оларақ. Махкеме отырышында чықышларының екенлігі аққында меселенің махкемежілер коллегиясының музакересіне чықарajam. Русия арби адамларының ярдымы иле 2014 сенесі февральның сонunda Виктор Янукович Русияге қачты. Бүгінде аляда адлиеден о ерде сақлана. Украинада ән азы уч жинайы давада қабатланыла. Шу жүмледен иқтисади жинаятлер девлет хейнлігі ве Авромайдан иштиракчилеріне қаршы япылған жинаятлер.